Баршаңызға қайырлы күн қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін каналымызда жаңғақ қосылған балды торттың рецебін көрсететін боламын. Өте жұмсақ болып шығады. Енді осы бізге керек заттар: 4 жұмыртқа, жаңғақ ұсақтап турап алдым, ас содасы, бал, 72% сары май, 10 қант керек болады. Bir ас қасық толы балдың үстіне майымызды салып, 100 грамм майды салып, орташа отта май мен балды ертуіміз керек. Мінекей, бал мен май ергеннен кейін осының үстіне 1 шай қасық ас содасын салып, осылай көпіретін болады. Араластырып отырып, бізге керекті осындай сарғыш түсін шығаруымыз керек. Енді оның астын өшіріп қоямыз, кішкене салқындау керек. 4 жұмыртқаны ыдысымызға салып, оның үстіне қантты салып, жақсылап 5 минуттай миксерлеуіміз керек. Массамыз әппақ болып көтерілгенше. Мен 5 минуттай әппақ болып көтерілгенше миксерлеп алдым. Мінекей, көтерілді әппақ болып. Енді осының үстіне жаңағы ертіп алған сары май мен балды кішкене салқындады, бұл аз-аздан құйып отырып, осылай араластырып отырып құятын боламыз. Өйткені бұл масса кішкене ыстықтау, сондықтан араластырып отырып аз-аздан құятын боламыз. Мінекей, екеуін араластырып алдым толықтай. Енді осының үстіне аз мөлшерден ұн қосып араластыратын боламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізгендеріңіз дұрыс. Мен алдын ала өткізіп алған болатынмын. Енді осының үстіне барлығын ұнды салып болғаннан кейін ең соңынан грек жаңғағын салып, тағы да бір жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей, қамырымыз дайын. Енді осы қамырымызды біз теңдей етіп 3 бөлікке немесе домалақ формада пісіретін болсаңыздар 5-6 корж шығатын болады. Домалақ формадан 22 или 24-тен. Мен осындай 30-25-тік формада 3 корж пісіріп алатын болам, және ең соңынан кішкентай 1 корж қалатын болады. Онды мен уатып бетіне себетін боламын. Қазір әрі қарай видеода көретін боласыздар. Мінекей, сіздер теңдей етіп 3 бөлікке бөліп алсаңыздар болады. Мен көз мөлшермен осылай бөліп, форманың көлемінде етіп, тегіс етіп, жұқалап жайып алатын болам. Және қызып тұрған духовкаде 180-200 градуста сарғайып піскенше пісіріп алатын боламыз. Сіздердің әрқайсының духовканың қызулығы әртүрлі, сондықтан духовкалардың қызуына қараңыздар. Мінекей, бірінші корж пісті. Кішкене салқындағаннан кейін пергамент қағазынан осылай түсіріп алатын боламыз. Осындай үлкен корждан менен 3 дана шығатын болады. Мінекей, барлығы салқындағаннан кейін осылай бірінің үстіне бірін қойып, екі жанын бірдей етіп кесіп алуымыз керек, тортымыз түзу болып шығу үшін. Және осыны теңдей етіп ортасынан бөліп алатын боламыз. Сонда менде 6 корж шығатын болады. Жаңағы ең соңынан қалған азғандай қамырды осылай жұқалап, қызартып, пісіріп алып, және жақсылап, ұсақтап уатуымыз керек, оқтаумен немесе қолымызбен. Енді біз кремімізді дайындаймыз. 300 грамм сливкиге, сіздер қалаған сливкилеріңізді алыңыздар, 200 грамм сгущенканы құйып, жақсылап қою крем жасауымыз керек. Мінекей, өзінің массасын ұстап тұратындай етіп, қою крем жасадық. Креміміз дайын, корждарымыз дайын. Енді тортты жинауымыз керек. Әр корждың арасына 2 үлкен ас қасықтай крем салып, бір тегіс етіп, бірдей етіп жағып шығатын боламыз. Сіздерде формаларыңыз болса, 4 бұрышты, сол форманы кигізіп жасасаңыздар болады. Мен кремді осылай кішкене көптеу етіп салдым, өйткені бір түнге холодильникке қойғанда бұл крем
корждарына сіңіп, кішкене көлемі кішірейетін болады. Мінекей барлық корждарымызды жинап шықтық түгел. Енді осының үстіне жан-жағына кремді толықтай жағып шығатын боламыз. Жұқалап қазір үгітілген коржымызды жан-жағына жабыстырғанда толықтай барлық жеріне жабысу үшін. Осылай әдемілеп, тегістеп, түзулеп алғаннан кейін неше түрлі қылып әрлесеңіздер болады. Бұл өз еркілеріңіз, жеміс-жидектермен әдемілеп сәндесеңіз болады. Мен тек қана осылай үгітіп алған бір коржымызды осылай үстіне сеуіп шығатын боламын. Мінекей өте дәмді, ешқашан модадан қалмайтын балды тортымыз дайын. Сіздерге де осылай жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, әрі қамыры жұп-жұмсақ болып шығады. Және көп уақытта алмайды. Мінекей тортымыз дайын. Бір түнге холодильникке қойып қойсаңыз, қамыры одан да жұмсақ болып шығады. Мен сіздерге ішін көрсету үшін 1 сағаттан кейін осылай кесіп көрсетіп жатырмын. Сол 1 сағаттың ішінде де қамырымыз жұп-жұмсақ болған. Құрметті көрермен, менің каналыма тіркелмеген көрермен болсаңыз, каналымды қолдап, подписаться деген төменде тұрған қызыл батырманы басып, тіркеле кетіңіздер. Сіздермен болған мен Жұлдыз. Сау болыңыздар.